радиосының эфирінде Әлихан Дүйсенбайдың жыршы термешілер алқасы. Алқалы жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың, көріспегелі көп болды, сағынып жаным қалдышын. Сіздерді жырлап өтейін кеткенше бойдан әлі күшім, балаңды ақын еткізген өздеріңнің алғысың. Ассалаумағалейкум, қымбатты қадірменді тыңдармандар, құрметті көрермендер. Жыршы термешілер алқасы хабарын бастайды. Эфирдің жүргізушісі әдеттегідей мен жыршы Әлихан Дүйсенбай. Бүгінгі студиямыздың қонағы көптеген республикалық, халықаралық байқаулардың лауреаты, менің өнердегі үзеңгілес ағам, Қазақстанға танымал әнші, термеші Жаңабай Өтегенов. Жәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай? Алды аман ба? Тамаша, аман, шүкір, Аллаға шүкір. Өзіңіз көргендей, Алқа радиосы тыңдарманға жол тартып, қазір мінекей 20 хабардың үстінде хабар түсірдік. Бүгінгі хабарға келісім беріп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді өзіңіз көптен бері көрмедік. Тыңдарманды былай қарап жүргенмен, көріп жүргенмен де өте аз. Солай шығасыз. Соңғы кездері не істеп жатсыз, қайдасыз? Енді көп рахмет шақырғандарыңызға. Мына Алқа радиосына тыңдармандар көбейе берсін, сәттілік тілеймін. Жаңа хабарласып біліскен кезде де жалпы мақсаты енді мынау халықтың есті әндерді, оның ішінде жыр термелерді, бабалардың аманатын келешек ұрпаққа ортадағы алтын көпірді іспетті ашылып жатқан негізгі мақсаты осы Алқа радиосының сондай екен. Сондықтан да сәттілік тілеймін бірінші. Рахмет. Енді қазір расымен қазір қызметтемін, жұмыс бабымен көп әлеуметтік желілерге де, осындай хабарларға да, тіпті студияға да баруға қол тимей жатады. Өйткені сағат таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жұмыс бабымен жүргеннен кейін қазір Астана қаласына әкімдікке қарасты мерекелік іс-шараларды өткізу дирекциясында сол жерде қызмет атқарам. Бірақ енді өнерден ондай қатты алыстап кеттім деп айта алмаймын. Өйткені ол жерде де осы өнер адамдарыменен, өнер қайраткерлеріменен, халық артистеріменен бірге қызмет жасайтын болғаннан кейін, ол осы өнерге тікелей қатысты болғаннан кейін мен қатты өнерден алыстап кеттім деп айта алмаймын. Бірақ өзінің жеке шығармашылығына келетін болсақ, сәл тоқтап қалғаны анық. Жаңада айттым ғой, студияға да баруға қол тимей қалады. Өйткені енді ол жаңағы студия жаңағыдай дауыс жазатын, ән жазатын, шығармашылықпен айналысатын көп жағдайда енді менің өмірімде кездестірген мүмкін басқа студиялар, жаңағы дыбыс жазатын студиялар, аранжировка дейміз ғой, өңдейтін, әрлейтін жігіттер күндіз жасайтын шығар, бірақ жұмыста. Бірақ мен енді білетінім, мен жұмыс жасаған кезде енді шыны керек кешқұрым таңға дейінгі аралықта жұмыс жасағаннан кейін енді шыны керек оны екеуін бірдей алып жүру өте маған қиын болды. Сондықтан енді әзірге қатты жоқ болып кетті деп айтылмаймын енді. Дегенмен әлеуметтік желілерде, Facebook парақшамда, TikToktарда, өзім әлеуметтік желілерімде жаңа осы жеке шығармашылығыммен бөлісіп тұрам арасында. Енді мойындаймын, бір жағынан жиын осы кешқұрым жаңағы демалыс күндері той томалаққа баратыным да анық. Ол да бір шығармашылығымның әрине дамуы, бір жағынан нәпақаң деген сияқты. Оған да барған кездерде сол жерде де біраз демалыс күндері шындап айтамын десем болады. Бұрын аптасына 5 күн, 7 күн еді, қазір енді 1-2 күн айналсам десем артық айтқан болмайды. Жақсы, тамаша, рахмет. Енді әкімдікке қарасты мерекелік іс-шараларды өткізетін дирекцияда жұмыс істеп жатыр екенсіз. Әріптес болдық бір жағынан. Біз де әкімдікке қараймыз ғой енді. Сондықтан да әйтеуір жақсылық бола берсін дегіміз келеді. енді мына тыңдарманға, көрерменге өзіңіздің туған жеріңіз, өскен ортаңыз, алғашқы қадамдарыңыз жайлы айтып берсеңіз. Мен енді Ақтөбе облысы Шалқар ауданында Жылан станциясында дүниеге келгем. Онан соң енді осы аудан орталығында осы мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде осы Қазанғабатындағы аудандық музыкалық мектептен негізі бастағам. Сол жерде домбыра класына барып, кішкентай кезімізде енді мектеп қабырғасында осы өнерпаздарға арналған әнші балапаны болсын, жаңағы күйшілердің, Қазанғаптың күйлерінен күй жарыс болсын, сол музыка мектебінің қабырғасында оқып жүргенде, мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде басталған бір 3-ші сыныптардан басталды деймін, ән айтуым барлығы. Оған да бір себеп болды. Біздер ауылдан
қалаға көшіп келген сәттерде аудан орталығындағы ешқандай мектептер сырттан келетін, ауылдан келетін оқушыларды маған ағамды барлығын қабылдады да мені онша қабылдамады мектебім. Сондықтан енді маған бір жағынан өзімді қамшылау болды. Менің осы мектепке қажет екенімді дәлелдеу керек болды да, сондай себептермен негізі мен осы өлең айтып бастап, анам үйретіп кішкентайымнан осындай қадамдарға барып кеттім жастайымнан. Өйткені сол мектепке сенің қажетті екеніңді дәлелдеу мен үшін өте қажет болды. Өйткені мені бала көп, саны көп болды ма жаңағыдай оқып жүрген кезде. Сөйтіп мен оқыған мектеп мені әзір дегенде әрегінде қабылдап, бір жаңағыдай сабақ оқымай, болмаса үлгерімің төмендесе, бірден басқа мектепке жол ашық деп документімді қолыма беруге дайын болған кездері болды. Иә, сондықтан енді мен өз-өзіме қамшы басып, музыкальныйге де қатысам, сабақтыға, жаңағы кішігірім олимпиадаларына да барлығына тынбай. Бір жағынан ол өзің үшін жігер береді екен, өзің бос уақытын бекер өткізбеуге тырысады екенсің, жаңағыдай тығырыққа тірелген кезде өздеріне көп нәрселер бойыңдағы қабілеттер негізі ашылады екен, өзі шығып кетеді, бірақ оны өзің байқамайсың. Сондықтан сөйтіп жүрген кезде мектептен жаңағыдай өзінің деңгейіне жеткізіп, жаңағы конкурстардан лауреат болып, мектепке керек оқушы, қажет оқушы, сабақ үлгерімізді жақсы. Бұл Шалқар қаласында. Бұл Шалқар қаласында болған. Одан кейін сонда домбырамен шығып жүрдіңіз ба сол кезде? Сол кезде мен үшінші сыныбымнан музыкальный мектепке барып жүрдім. 3-4 сыныбымнан музыкалық мектеп, енді оған үйден бір жоқ дегенде бір 3-4 километр шығар, соған жаяу барып жаяу келетінбіз. Сонда ең алғаш ұстазым Бақыт дейтін апай болды, Гүлшат дейтін апайларым домбырадан сабақ берді. Онан соң енді мен осы кішкентайымнан әнші балапанға қатысқаннан кейін терме жыры үйрететін классқа ауыстым. Төремұрат Ерсейіт дейтін ең алғашқы осы жырдан термеден ұстазым болды. Онан соң енді біздер аудандық байқауларды лауреат болғаннан кейін жаңағыдай облысқа жібереді. Облысқа барып өз өнерін шыңдау керек болады. Сосын облыста қазірге дейін бар Әділбек Сарин, Елдос Жұмағұлов дейтін ұстаздарым болды. Осы жырдан, термеден, халық әндерінен, Ғарифолла Құрманғалиевтің мектебінен үйреткен. Сол кісілер өздеріне жақын тартып, қастарына ертіп, үйретіп, жаңағыдай тағы да әндер үйретіп деген. Білмейтініңді білгізіп, бірге гастроль сапарларға алып шығып, сонан соң Света Мырзабаева апайдың қолына тапсырды. Ол кезде мен Ақтөбеде Дарынды балалар Мақсұт Санаев атындағы Дарынды балалар мектеп-интернатына қабылданған болатын. Ол жақта да қатысқаннан кейін енді ол жақта көбінесе қазақ тілі әдебиетін тереңдетіп, математика, физика, химия пәндерін тереңдетіп оқытылатын арнайы дарынды балаларға арналған мектеп болғаннан кейін ол жақта мен абай оқуларына, республикалық жаңағыдай сайыстарға, республикалық байқауларға сол мектептің атынан қатысып жүрдім. Енді 7-ші сыныптан бастап сол абай оқулары бар, жаңағыдай облыстық жыр термелер, сосын көбінесе жаңағыдай астар болады ғой жазды күндері. Астарда сол жыршы термешілерді көріп, тыңдап, қалай айтатынын байқап, өзіңді былайша айтқанда өзіңнің деңгейіңді біліп, керек жерлерін өзіңе алып, өнеріңді шыңдап алатын сәттер ол негізі барлығы. Сөйтіп мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде осы жыр терме, әндер айтып, осыған құмарлығымыз артып, домбыра үйреніп, ona бір үйреніп қоймай, домбыраның жаңағыдай аранжировка дейді ғой, енді домбыраны тартып отырып ән айтудың өзі оңай шаруа емес. Өйткені астындағы өзің домбыраға да икемің болу керек, әнге де икемің болу керек. Ол екеуі бірге жүрген кезде халықтың құлағына жағымды болып естілу үшін оған көп дайындық керек. Сондықтан да енді сол шаралардың барлығын атқарып, онан соң енді интернат, Дарынды балалар мектеп интернатының 9-шы класын тамамдап, Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбенің музыкалық колледжіне бір жолата сол өнерге барам деген шешім болды, ұйғарым болды да. Сол 9-шы сыныптан кейін сол Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе қаласындағы музыкалық колледжге құжаттарын тапсырып, сол колледжде 1-ші курсын тамамдап, онан соң енді жаңа айттым ғой, республикалық байқауларға барып, содан аз дегенде жүлделі орын алғаннан кейін осы Астана қаласындағы
ұлттық музыка академиясының ішінде арнайы 12 класстық мектеп болды, музыкалық мектеп. Солған ауысып, содан кейін колледж болды енді. Сосын осы Қазақ ұлттық өнер университетін ең алғашқы түлегім деп, ол кезде академия олар біздер түскен кезде ұлттық музыка академиясы, қазір Қазақ ұлттық өнер университетін тәмамдап шықтым. Осы домбырамен ән салу, халық әні, дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасы бойынша. Жалпы осылай басталды. Света Мырзабаева, Қапаш Құлышева, Қайрат Байбосынов, Алмас Алматов ағаларымыз, Эльмира Жаңаберген апайларымыз, Клара Төленбаева, Ардақ Балажанова, Айгүл Ешбаева, қазір айтқанда осы қазақтың мынау көнеден келе жатқан мұрасын жалғастырушы аға апаларымыздың барлығын көзін көрді десек болады. Тамаша. Расымен де біз негізі өзімізді бақыт сезінеміз ғой, бір жағынан сондай корифейлердің, үлкен тау тұлғалардың алдында сабақ алдық, еркеледік. Тек қана ән үйреніп қойған жоқпыз, адам болудың қағидаттарын үйреніппіз негізінде. Оны енді біліп жатырмыз. Кейде бір ойланасың ғой, осы мына екеуміздің оқыған оқу орнымыз ұлттық өнер университеті. Терме жыр қанымызбен келіп тұрған дүние. Осыған түсем дегенше де айтып келдік қой, енді сізде бізде осыған түспей қойған кезде не болар еді деген бір ойлар мазалай ма кейде? Түспегенде не болар едім деген сияқты. Иә, енді қазір жалпы негізі білім, кәсіби білім болған, оның үстіне диплом, құжатың болған өте дұрыс та. Кейбір кісілер айтуы мүмкін, Құрманғазыда жаңағы Қазанғапта диплом болды ма, Құрманғазыда деймін. Олар енді біздің музыканың биік шың, музыканы қалыптастырушылар ғой, мәдениетті біздің. Бірақ та ол кезде де ұстаздан сабақ алу деген болды. Барлығының түп тамыры келген кезде ол өзіне өзі туа салып күйші, әнші, жыршы болып кеткен жоқ. Ол да ұстаздан үйренді. Оның дала мектебі үйретті. Соның ықшамдалып осы оқу орындарда ғалымдар, мысалы жаңағы айтып отқан жаңағы біздің ұстаздарымыз, сол кісілерден де тәлім алған, сол кісілердің де жаңағы өнегесін бойына сіңірген деп ойлаймыз. Өйткені шынымен мысалы Қайрат ағаларды алсақ та, Алмас ағайларды алсақ та, барлығы да сол цепочка дейміз ғой, былайша айтқанда. Сол шынжырда бар негізі. Соған қатысы бар. Ұстаздың алдын көрген барлығы да. Бұл жерде айта кететін енді музыканың кәсіби деңгейде үйрену, жаңағыдай музыканы зерттеуі, мысалы қазір енді шынымен осы мамандық таңдап осы оқу орнына түспесеңіз, мысалы қабылданбасаңыз, сіз мүлдем жаңағы докторлықты қорғауды мүлдем миыңызға кірмей кетуі мүмкін. Мысалы, бір ғылыми жобаларды алдыңа қойып, әлемдік деңгейде дәлелдеу сіздің ойыңызда болмауы мүмкін. Тек қана осы жыр термелердің айналасынан аспауыңыз да мүмкін да, той жиынның ортасында қалып қойыңыз да мүмкін, сондықтан үлкен сахнада көрмей қалуыңыз мүмкін. Бірақ енді ол әркімге әрқалай, егер шынымен тума талант болса, құйма құлақ болып жатса, ол енді әрине өзінің орнын табады, оған таласымыз жоқ. Алмас Қылыш жаңағы жатпайды дегендей. Демек бізге жоғарғы оқу орнымыздың, шаңырағымыздың, бітірген жеріміздің бізге берген дүниесі бізді жан-жақты уникальный дейміз бе, бірегей қылып шығарғанда. Әрине. Енді рахмет, өте керемет әңгіме болып жатыр. Жалпы өзі осы жолды бітірген, осы ұстаздардың алдын көрген, кәсіби маманмен әңгімелесіп отырған кезде кәдімгі өзің сұрақтарыңа жауап тауып отырасың, ойыңа ой қосылады деген сияқты. Сондықтан да осы жердегі бір сұхбатымызды сәл кідіртіңкіре тұра, мына қасиетті домбыраңызды алып келген екенсіз. Біздің енді эфиріміздің аты жыршы термешілер алқасы ғой. Сізді көбінде керемет әндеріңізбен біледі халық, көбінде енді үлкен сахнаның ғұмыры 3 минуттық болып қалды ғой. Бірақ бұның ар жағында негізінде осы біздің жыр термеміз тұрғанын көпшілік халық біле бермейді. Сондықтан да біздің мақсатымыз енді осыны ашып, айқындау, халыққа жеткізу ғой. Не алып келдіңіз Беташар шығармаға? Енді мен Абайды оқысаң өзіңді табасың дейді ғой. Сондықтан да осы мына Абай Құнанбаевтың өлсем орным қара жерсіз болмай, өлең сөздің патшасы сөз сарасы дейтін тамаша өлең бар. Соны енді осы әуенге қосып, кезіндегі бұны
мына Абайдың киносы болды. Сонда Бекболат Тілеухан ағамыз осыны орындап отыр екен басқа мақаммен. Сол мақамды осы Абайдың бір кездері бір эстафета болыпты ғой, жаңағы Абайдың өлеңдерін оқиды, болмаса жаңағы қара сөздерін оқиды да, бір кісілер қабылдап алады да эстафета. Жолдайды ғой жаңағы. Желмен жолдайды да. Сол кезде маған ой келді, енді жай актер болсаңыз, мүмкін көркем сөз өнер оқудың шебері болсаңыз, сол қара сөздер мен өлеңдерін оқып, жаңағыдай эстафетаны ары қарай жолдай беруге болады. Дегенмен енді траштанып көріп, осы әуен жинақтап, әуен. Демек мақам өзіңіздің мақам ғой. Жоқ, енді халықтық ол қобыздың сарындары, оның ішінде Бекболат ағамыздікі деп негізі сұрағанмын. Бекболат ағадан, аға сіздікі ма осы деп. Жалпы менікі деп те айтуға келмейді, қобыздың сарындары ғой, сондықтан елдікі, халықтікі деп, халықтың қазынасы ғой, сонда айта берді. Енді бірақ енді еңбекті айту керек, шығарған өзің ғой енді. Жинақтаған деген сияқты. Сау кесер енді, иә. Ал тыңдайық. Патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналаса. Бөтен сөзбен қылған сай сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйіт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны Алласа. Мешіттің құтты оқыған ей ғұламасы, мінәжат уәлилердің зарналасы. Бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ағей бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер ғайбаласа. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екені сөз қосарлап. Ақындар ай ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қып тоқ жоқтан қарымап. Қобызбен домбыра алып топта сарнап, мақтау өлең айтып тоу әркім қарнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарылап. Ескі бейше отырсам бос мақалдап, ескі ақын шамал үшін тұрман зарлап. Сөзсіз елді тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам ел шауып алған талап, қызды айтсам, қызықты айтсам қыздар малап. Әшейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Амалдап қарағайды талға жалға, бәркім жүр алар жердің ебін қамдап. Мақтан қуған мал құмар нені қалсын, тұшықпаса топтан біреу талғап. Ынсап ұятар намыс сабыр талап, бұларды керек қылмайды ешкім қалап.
терең ой терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап Бәрекелді. Жарықтық Хакім Абайдан асырып кім айта білген қазақта. Қазақтың бас ақыны деп Абай атамызды босқа айтпаса керекті. Мынау бір керемет шығарма болған екен. Енді көп ұзамай өңдеп бір кішкентай 50 жылда ел жаңа дейміз ба. Базар атамыз айтады екен ғой, жаңа қаншама уақыт өтіп көктемменен жаз болар. Әр уақытта өзіне сай, өзіне лайық, әр уақытта жырменен саз болар деп жаңа. Осы тамаша мақам шығарған екен. Сенді халыққа таратып, бір жақсылап жастар жырлайтындай қылып жібергеніңізді күтеміз, Құдай қаласа. Бұйырса, тер шықты. Тамаша. Мына енді Хакім Абайменен бір жан сал кездессіз дейтін әңгіме бар ғой. Кездеспесе айтылмаған болар еді. Сон бір жан атамыз әуелетіп сырғақтын айтып отқанда Абай Хакім жаңа бір тереңге күрсініп кішкентай шеменін қозғап алдым екен. Соны бір жан атамыз енді әнін доғарып айтады ғой, Абай аға, мен бір әнді дұрыс айтпай отырмын ба, келте қайырдым ба, бір сіз бір тоңғиыққа батып кеттіңіз ғой деп. Абай атамыз айтады ғой, қарағым бір жан, әнің керемет, менің ойлап отқаным осы мына қазақта сенде әнші қайта айналып дүниеге келе ма келмей ма деп ойлап отырмын деп. Соны бір жан атамыз жымиып барып айтты дейді, қазақ халқы ақыретке дейін жер бетінде тұрса егер, мен де әншінің маңа келіп маңа кетер ау, өзіңіз сияқты тыңдаушы келе ма келмей ма кім білген деген сияқты. Сондай дана бабаларымыздың ізін жалғап келе жатырмыз деп мақтанамыз. Енді мен ойлап отырмын, осы Абай атамыздың сөзін керемет осы мақамға салып, қобыздың сарынына келтіріп салып, бұл да біздің ұстаздардың алдынан көргеннен кейін шығатын дүниеміз ғой. Әрине. Әйтпесе біздің екеуміздің жаралған топырағымызда мақам саздар, әр өңірдің жаңағы Бекболат ағамыз айтқандай, гүлі қалай өссе мақамдары да солай шығады деп, біздің де әуендеріміз не бөлек қой енді көбінде мақам саздарымыз. Өзім негізі пайымдауымша, білуімше жаңа Әділбек ағаларымызды тілге тиек етіп жатсыз. Сізде Наурызбек Нұржаубайұлы атамыздың мектебінің өкілі есебінде өзіңізді санайсыз ба? Мен енді жалпы бітіріп шыққан осы Ғарифолла Құрманғалиев Батыс Қазақстан облысы әншілік мектебі ғой негізі. Бірақ енді ол жалпы мен оған жатқызсам да болады, жатқызбасам да болады. Өйткені мен таңды таң құрып, шыны керек, өйтіп 3 күн 3 түн жырлаған дейді ғой жаңа Наурызбек жырауларды. Ондай жаттағым деп айтылмаймын. Бірақ осы қысқа терме, жыр термелерін айтатын рас. Бірақ енді ол жалпы мақам болғаннан кейін мен осының толықтай жаңадай осы Әділбек Саринерді, Елдос Жұмағұловтардан жыр термені үйренгеннен кейін мүмкін айтуға болатын шығар. Өйткені ол кісілер шыныменен сол оның ішінде Әділбек Сарин, Наурызбек Нұржаубайұлының толық ізін жалғастырушы, мектебін жалғастырушы. Қазір Ер-Едіге деп мектеп ашып отыр, Ақтөбеде? Иә, Ер-Едіге мектебіне. Оның үстіне Айгүл Елшібаева да мысалы, сол кісілердің толықтай ізін жалғастырушы, сол кісінің мақамымен, сол кісінің дәстүрін, жыршылық дәстүрін ұстанушы, былайша айтқанда жалғастырушы. Бірақ ол кісі де Ғарекеңнің әндерінен енді бұл Қазақстанда әнші болғаннан кейін, Астанада жүргеннен кейін сізге жалғыз Наурызбек жыраудың бағытыменен жыр айтып, ән айту, ол былайша айтқанда аздық етеді негізінен. Әншісіз бе, ол жерде барлық дәстүрді де шаман келгенше, шама шарқын келгенше қамту міндетің. Мүмкін мен Шалқар қаласында, Ақтөбе облысында тұрсам, өмір сүретін болсам сол жерге, ол кезде маған жетерлік
болар еді. Иә, ол қанағат болар еді. Тек қана бір дәстүрді ұстанып, бір бағытта өлең айтып, жыр жырлау, ол мүмкін осы болмаса Ақтау қаласында, болмаса Ақтөбе облысында, Атырау облысында тұратын болсам, бір ауданда тұратын болсам, маған жеткілікті болар. Бастың стилі, жыршылық, әншілік стилі жетер ме еді деп ойлаймын. Бірақ енді мына жақта, Астанада болсын, үлкен қалаларда шама шарқын келгенше түгел қамтығаның жөн. Өте дұрыс айтасыз. Қай жердің соңын жүрсең, сол жердің әнін айт дегенде сөз бар халқымызда. Мына енді өте тұшымды жақсы пікір айтып отырсыз. Ауылда жүрсек, шынымен де біз сол өңірдің жыр термесімен өзімізді осы маған жетеді деп, жеткілікті деп ойлар ма едік? Мүмкін. Иә, мына жақта келіп Арқаның даласында енді 40 ру жиналып отыр ғой. Енді қазақ өзінің құдайға шүкір шаңырағын биік көтеріп, астанамызды салдық қой. Осы бір 30 жылда осы қаламен бірге өстік. Сондықтан да жеті түрлі ғылым біл, жеті жұрттың тілін біл деп жаңағы қазақ атамыз айтқандай, бәрін бірдей қамти берген әрине қолдан келіп тұрса өте дұрыс шаруа. Енді Мұхтар Әуезов атамыз айтады ғой, жаңағы мынау Бұхар жырау менен Махамбеттен кейінгі толғаудың алыбы базар жырау дейді. Енді мына Абай атамыздан бастадыңыз эфирді. Махамбет атамызға қарай алып келе жатырмын ғой. Оқып жүрген кезде мына жатақханада осы термені сұрап, осы бір поэма ғой енді ол кісіге. Осы поэманы сұрап келіп айтып беріңізші деп келген бауырларымыздың бетін қақпай Әділжан бауыр алма кезек айтып отыратынсыз да, сіздерге қарап біздер жаттадық сол кезде. Сол бір поэманы қолқалағым келіп тұр. Бұйырса енді ол Мұхтар Шахановтың әке үкімі дейтін жыры Махамбет Өтемісұлына арналған. Жаңада айттым ғой, енді бұл әншілікті қолға алғаннан кейін шама шарқын келгенше өзіңнің шығармашылығың, өзіңнің айтатын жыр термелерің, шама келгенше өзің шығарған жыр термелер болмаса, өзің бірінші орындаушысы болған жыр термелер өзіңе негізі көп пайдасын тигізеді. Сондықтан да енді осы әке үкімін ең алғаш мен Ақтөбеде Талғат Тілеулесовтің кезінде айтысқа шығып жүрді. Сол кісінің кассетісінен тыңдап үйренгем. Өзінің орындауында? Иә, сол кісінің орындауында. Дегенмен кейіннен енді біраз жерлерде айтып, бірақ бір үлкен өнер зерттеуші ағаларымыздың да бұл жырларды айтпасаң да болады, қарсылық танытқан кездері де болды. Себеп енді бір жағынан болған іс болды, қастандық болды, оны жұртқа дәріптеп насихаттап не қажеттілігі бар қастандықты деген пікірлер де бар да, келісуге де болатын шығар бұл негізі. Бір жағынан енді осы мақамға салып арнайы дайындағаннан кейін, айтып жүргеннен кейін енді көп жерлерде сұрап жатады, сондықтан орындап беруге тырысасың. Енді халықтың қалауы ғой. Әрине. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық түс көрген, түсінде мойнынан өз басы томалап бара жатқан әңгімелеп беріпті. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол соғып өтті әлдекімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ иығымнан ұшқан басым көкірегімнен томалап. Бара жатты ай атамекен ақжайықты жағалап. Жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә бұл түсім тегін емес мына сойқын заманда. Тіршілікпен қоштасар сәт жетті ау деймін маған деп болғаныпты. Көп ұзамай Махамбеттің басын кесіп, Баймағамбет сұлтанға тапсырып, Баймағамбет сұлтаннан алтынмен әдіптелген ішікті алып, әкесінің алдына мақтанып келіп тұрған бала сөз бастады дейді. Шомбал жігіт кіріп келді ентелеп, кірген бойда әкеде долы еркелеп. Жүруші едің маған ылғи өкпелі, киюші едің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аларсың ау шамасы, аты шулы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы.
төрде отырған әкесінің маңына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр ішікті тастай салды ай баласы. Я сөйле деді әкесі, қандай ерлік көрсеттің, 2 ай бойы қайда жол шектің. Баласы айтты, топ бастадық 4 адам, Махамбеттің жақыны, ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға, қосып алдық ортаға, 6 келдей мұналыңның ақылы, әңгіме ол еркін жетер бір таңға, қапысызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп сыйға тарттық сұлтанға. Залым-ай, жүзі қара залым-ай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма, бұдан өткен зор қасірет болар ма, деп әкесі жас үйірдай жанарға. Қабағыңды жаба қалды неге мұң, әке сенің қай сөзіңе сенемін, есіңде ме менің бала кезімде Махамбетті жеп көремін дегенің. Расулым айтылған сөз оқпен тең, бір кезде мен Махамбет тау жеп көргем, әлде кемшін шағым беді ол ақылға, пенделік қой алған мені тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппенен атса да сау таңдарым, қызғаныштың қайрағам жоқ қанжарым. Іштей тұнып жүре бердім төзген боп, өзін шексіз құлай сүйген жан барын қайран ақын білген жоқ. Анаң марқұм ол дегенде от жалындап көзінен, нақ бір бақыт табар әрбір сөзінен, көрге бірге ала кетті ай өзімен. Әттең біздің сормаңдайлы жайықта ерлер аз ғой бар алатын байыпқа, тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса байыппай. Құдіреті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған, ақын дегені киел аққу самғаған, ал ендеше аққудатқан пендені қая таңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емесең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған, нақ мынадай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңдерде туған ел, ақындарын жанын салып қорғаған, түсінбедім армандап мен ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне, ызал ұрпақ түкіреді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым, және ол зар оңайлықпен тыйылмас, қанымыз бір жолымызда шиырлас, енді сенің кесіріңнен мағанда туған жердің топырағыдай бұйырмас. Және қайырналы мейлі налыма, сорлы балам туыпсың ай сорыма, өзің түстің өзің қазған ұрыңа, кеттік кәне ішігіңді ал қолыңа. Ұясына күн түреді батқалы, түксиеді меңіреуғым шатқалы, олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің басына кеп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығаршың, болатынын ұғарсың, сен әріде құралайды көз қартқан, атқан оғын аздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, деп әкесі құлазып нар көңілі. Дір-дір етіп ұмытқам жоқ деді ұлы, балам үміт қызығымның өлшемі, өзің едің қайғым болдың еңселі, басын ашып кәне мына төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай қып әкеңді, мына жолмен жүрген жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді, мүмкін сонда түсінерсің қатеңді. Кім аяққа басса заңын даламның, ұмытқаны қатал тарих сабағын, кешір мені таусылды бар амалым, дала заңы баба заңы қарағым, деп әкесі қолын алдай садағын. Дала заңы баба заңы қарағым, деп әкесі қолын алдай садағын. Ей бар болау.
Жәке, енді осы мына өзіңіз туып өскен Ақтөбе өңірінде қазаққа керемет жырлармен, термелерменен, сұлу сөздерменен танымал Кердері Әбубәкір Шоқанұлы атамыз өткен ғой. Осы кезінде Әбубәкір Кердері атамыз Хакім Абайға хат жазды дейтін естелік әңгімелері бар, ақсақалдармен жеткен. Сонда енді өлеңдерін жіберіп, өлеңді сынап беріп, маған ұстаз болыңыз дейді ғой енді оқса. Ол уақытта енді Ақтөбе менен Семейдің арасы деген 6 айлық жол шығар енді кемінде. Себебі Нұртуған атамыз Абай атамыздың кітабын алдыратын кезде түскенде Абайдың кітабы қолға сұлтанға 1000 рахмет тапқан зорға деп бастайды, жаңағы сұлтан дейтін ағасын арқаға жібереді екен. Сол 6 айда айналып келіпті атпен Абайдың 2 дана кітабын алып Аралға. Енді мен Семей менен Ақтөбеңді ортасында шамамен жер шығар деп ойлап отырмын. Сонда енді Хакім Абай хатты қолына алып, өлеңдерін оқып, терең кісі екенін біліп, хатқа былай жауап жазыпты дейді ғой енді. Қымбатты әбеке, мен сізге емес, сіз маған ұстаз болатындай жан екенсіз деп. Сол Кердері Әбубәкір атамыздың замананы толғап, өткен қазақ қандай еді, бүгінгі қазақ қандай, соған арнап шығарған қазағым деген толғауы бар, көп орындалмайды. Сол сізде бар екенін білем мен. Содан бір қайырып берсеңіз. Қыстау жедің қырға барып, көлденең шыңыраулы шыңға барып, жарлы деп жүз ой бітсе айтушы едің, қой жылқы толықпаса мыңға барып. Саралаба тайғырым мырзабайлар, үргенішке сатушыдай жылда барып, атайғыр айдаушыдай атан алып, матамен қайтушыдай шапан алып, қонаққа қой ұрнына тайын сойып деуші еді пәрем мырзан атаналық. Ай айдаған бай болушы еді мал белгісі, ақсауыт тұрушыдай ер белгісі, ол күнде штарттанған уақиға жоқ, айдың көл алашатау жер белгісі, сүйеніп жарлы байға жалғыз көпке ағалық етуші еді жеңген кісі, әділдік болушы еді ханның ісі, бай менен қатар еді ау жарлы кісі, алдын ақсақалдың қамшы тастап айтысып барушы еді айдаулы кісі, алдында ақсақалдың бітіспесе белгісі болушы едің оу жаудың сайы. Шіркен қандай керемет талғау. Бұл негізі ұзақ да, ұзын сынар. Бұны бір енді алдыңғы 4 тағанды тастап барып келіп айтатын нәрсе ғой енді. Мен де енді болынсыз жерде шағырып отқанға кешірім сұраймын, бірақ өзім хат жақсы көргеннен кейін сұрап отырмын ғой. Қай бір жыл Павлодарға қонаққа барып, ойламаймыз ғой ел іші өнер кеніші деген, сонда павлодарлық бір ағамыз сұрап отырды, осы қазағым деген толғау болушы еді, Ақтөбе өңірінде айтылады, соны білесің бе деп жаңа. Ішімнен қылп ете қалдым, мен сөзін толық жаттамағанмын, бірақ құлақта жүрген терме ғой енді. Соны сұрайды екен ау деп қалдым. Жәке, енді сырғып өткен сынаптай уақыт тезсе жылжып 40 минуттан әрі өтіңкіреп баратыр екен уақытымыз. Бүгін мына күшті бір әңгіме болды, күшті бір жыр терме тыңдап өзімізде жақсы болып қалдық. Келіп, адал теріңізбенен бізге жыр-жырлап, осы құттықтап кеткеніңізге рахметімізді айтамыз сізге. Болашақта шығармашылық табыстар, деніңіз сау болып, осы елдің ішінде концерт беретінде уақытыңыз келіп қалды ғой, енді асып кетпесе. Сол кезде осы бір бөлімін терме жырға арнауыңызды сұраймыз. Бұйырып жатса енді. Ұлттық өнеріміз, ұлттық кодымыз ғой. Бір лебізіңіз болса, сонымен қайрайық. Көп рахмет шақырып, осындай демеу беріп, мүмкіндік беріп, осы жыр термелер енді шыны керек барған жерлерде көбінесе эстрадалық бағыттағы бір екі шумақ әндеріміз ғой айтылатын. Дегенмен біраз мен де есіме түсіріп алып жатырып біраз дүниелерді. Сондықтан сіздерге де сәттілік тілеймін. Орталарыңыз көбейе берсін, бағдарламаларыңыз ғұмырлы болсын. Осындай тек жақсы сәттерде жолға берейік. Әумин, рахмет көп-көп. Қымбатты көрермендер, қадірлі тыңдармандар, бүгін біздің эфиріміздің қонағы болған Қазақстанға белгілі өнерде өзінің ойып алатын орны бар өнердегі үзеңгілес әріптесім әрі ағам Жаңабай Өтегенов қонақта болды.
Сіздерге көп рахметімізді білдіре отыра, келесі жыршы термешілер алқасында көріскенше ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.